Ассалаумағалейкум қазақ елі, ханмутырс оқырмандар. Сіздердің назарларыңызға Sonata N-Line, ең мықты Sonata. Егерде сіз Camry 5 алмас бұрын дәл осы автокөліктің обзорын қарауларыңыз сұрайым. Біздің каналда қазір небәрі 200 подписчик. Осы подписчиктер санын көбейтіп, астында подписация мәзірі қызыл жанып тұрса, цық еткізіп басып, лайкты басуды ұмытпаңыздар, және де осы N-Line видеомызды таратуды. Ал баршаларыңызға керемет видео болсын, біз бастаймыз, кеттік. Бүгінгі Sonata N-Line автокөлігінің айырмашылықтары қарапайым N-Line автокөлігінен бұл алдыңғы бамперінде. Мынандай ауа кіргізетін диффузорлары өзгеше жасалған, егерде қарапайым Sonataмен салыстырсақ. Көзге бірден түсетін 19-дық доңғалақтары. Дискісі 19, өте өзіне жарасымды. Және де барлық автокөліктің ішкі деталі болсын, алдыңғы решеткасында және де жандарында N-Line деп жазылып тұрады. Бұл N-Line өзі линия, анау BMW-де M-пакет деген сияқты, бұда N-Line болады. Енді өте керемет жабдықталған автокөлік. Қозғалтқышы 2/5, 294 ат күші бар. Мынау түсінің өзі керемет, дәл осындай түсте BMW автокөліктері бар. Коричневый ғой, түсі сұр оттенок бар. Артына келсек, артында да особо өзгеріс жоқ. Сол фаралары да енді имитация жасалып тұр спойлердің. Бұл енді аэродинамикасына трассада ауа прижимной силалар басады. Енді ондай информация қатты керек емес деп ойлаймын. Артында особо өзгеріс жоқ. Түрсипаты тек қана дискімен ерекшеленеді. Қалған Sonatамыз тура осындай. Ең қызық дүниелер бұның қозғалтқышы мен коробкасында және аспалары өзгертілген. Ал енді салонға мән берсек, салонында 100% өзгерген десек те болады. Енді салонды көрсетейік. Бірінші есіктен бастасақ, мына Bose аудиосистема, память, екі положение. Мынандай қызыл жіптермен ерекше өзінің тігісі бар. Мынау кожасында өзгеше. Орындықтарына келсек, енді отырып өте ыңғайлы. Мынау сиденьяларында боковой поддержкасы бар. Енді спорттық автокөлік. Мынандай рулі бар, рулінде N деген жазуларымен. Мультироль, анатомиясы да керемет. Рульдің функциялары мынандай. Бұл біздегі бүгінгі версиясы, бұл полный комплектация емес, средний комплектация. Полный комплектацияда мына жерде электронный щиток прибор, панорама крыша болады. 8 сатылы робот пен автомат бірігіп жасалатын полуробот коробкасы. Енді қазіргі заманауи барлық спорттық автокөліктерде робот коробка болады. Өйткені олар жылдам келеді. Мына жерде қазір драйв мод өзгертсеңіздер, коробканың өте әсерлене түседі. Бұда кастом бар, спорт плюс, спорт нормал бар. Енді оны қазір видео барысында разгондарды тексере кетеміз. Біз қазір паркингтеміз, қатты разгон алатында жер жоқ. Бірақ бұл автокөлік мына жерге жаза кетем, 100 километрге қанша жейді және де қанша уақытта. Бұл турбо болғандықтан өте экономды келеді. Қазір артқы жектерін де көрсете кетейік. Кеттік.
автокөліктің кілті мынандай, мына құлтап ашу және де автозавод бар. Бұл максималды комплектация емес, тағы да қайталап айтайын. Максимальный комплектацияда полный ассистент парковки болады. Жаңа мына жерде қараңыздар, 360 камерасы болады, ал мынада 360 жоқ. Так, ендігі дәл осындай комплектацияның өзінде беспроводный зарядчик бар, 2 USB, Type-A, Type-C. Мына жақта 2 стаканник, автохолд бар. Передний парктроник. Маған бір ұнайтыны, бұлардың комплектациялары жақсы, және мынау именно осы Sonata N-Line-ның бір өзінің айрықша несі бар. Сапа жағынан BMW сияқты, M-пакеттер сияқты бір жақсы жасалған. Сиденьеларына мән берсек, сиденьелар мынандай комбинированный кожа мен велюр. Алькантара сияқты. Жақсы тігістерге, қызыл линиялармен, N деген жазулармен. Төбе простой, төбе алькантара емес. Енді сіздерге ары-бері көрсетейін қазір бұл автокөліктің қандай нәрсеге мүмкіншілігі бар екенін. Мынау қазір мен спорт плюс режимге қостым. Оператор қазір дайын отыр, қолдап ұстап отыр. Бұл өте мықты келетін автокөліктердің бірі болғандықтан мынандай нәрселер істейді бұл. Көрдіңіздер ма өзі? Бұны көшеге шығарсақ, қазір без номер жүрк болмайды. Ал негізінде өте мықты автокөліктердің бірі. Мен Stinger автокөлігімен дәл осы автокөлікті салыстырып көрдім. Маған ұнағаны мына автокөлік. Енді эмоцияны мына автокөлік жақсы береді. Қараңыздар, тағы да бір басамыз. Бұда жаңағы андай функциясы бар, launch control деген. Және де старт-стоп функциялары бар. Бұл базовый комплектацияда. Осы нағыз гонщиктарға арналған осы автокөлік. Егер де сіз қаланың ішінде бір қатты айдайым, қатты жүргім келеді десеңіздер, осы автокөлікті қарағандарыңыз дұрыс болады. Қозғалтқышы 2.5, бұл 4 цилиндрлі Smart Stream функциясы пайдаланып, өте жақсы. Қаланың ішінде экономмен жүрсеңіздер болады, мысалға газ қатты 100-ден асырмай жүрсеңіздер, вообще экономичный. Ал егер жаңағыдай бірден спорт режимге қойып, газ бассаңыздар, бірден өзгере келеді автокөлік. Сондай жақсы автокөліктердің бірі. Бүгінгі біздегі міне N-Line-ымыз осындай керемет. Жаңағы айтылмай қалып кеткен заттар болса, оны айта кетеміз, жаза кетеміз. Келесі қандай автокөлікке обзор түсірейік, соны комментарияға жаза кетіңіздер. Алтын уақыттарыңызды бөліп көргендеріңізге мың алғыс. Сіздермен Хан Моторс, Сапарбек Нұржігіт.